Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сабағымызды жалғастырамыз. Тәжвид қағидаларына келіп жеткен едік. Өткен сабақта мәттен бастадық, яғни созу. Және үш әріп әлиф, уау және я әріптері созылатындығын айттық. Және мәттің түрлеріне кірдік. Сол ең бірінші мәт табиғи. Табиғи мәтін және оның қағидасын, ережесін, анықтамасын айттық. Мәт табиғи дегеніміз қандай да бір әлиф, уау және я әріптерінен кейін сукун мен хамза болмаса, ол мәт табиғи болады және екі харакатқа, 2 секундтай созылатындығын айттық. Ал енді бүгін осы 2 харакатқа созылатын мәттер кейде одан да көп мөлшерде созылады. 4-6 харекетке дейін созылады. Оның себебі бар, яғни осылай созылудың 2 белгі себеп болады екен осылай созылуға. Яғни бұл мәт сәбәп деп аталады. Себептің 2 түрі, біреуі хамза, екіншісі сукун. Біреуі хамза, екіншісі сукун. Яғни қандай да бір сөзде мәт әрпі келіп, одан кейін хамза келсе, немесе сукун келсе, ол 4 және 6-ға созылып кетеді екен. Яғни олай созылудың себеп болып тұрғаны осы 2 белгі, хамза мен сукун. Бірінші хамзаға тоқталайық. Хамзаға байланысты 2 ереже бар. Бұлар мәт мұттасыл және мұнфасыл деп аталады. Алдымен мәт мұттасыл. Жалпы мұттасыл деген иттасала, байланысу, бірігу деген мағынаны білдіреді. Анықтамасы бұл мәттің егер бір сөзде мәт әрпінен кейін хамза келсе, хамза келеді. Және екеуі бір сөзде болса, онда мәт мұттасыл болып 4-6 харакатқа созу уәжіп болады екен. Мысал қараңыздар. Ида жаа деген кезде ида келді, бізде мәт келді. Мәт әрпінен кейін сукунда жоқ және хамзада жоқ. Ендеше бұл мәт табиғи 2 харакатқа ғана созамыз, 2 секундтай. Ида жа, яғни ида деп қана созамыз. Кейін жаа сөзінде мәт әрпі келді, әлифия, одан кейін хамза келді. Одан кейін қарапайым әріп емес, хамза келіп қалды. Ендеше осы хамзаның өзі себеп болып тұр бұл мәттің созылуына. Сондықтан мәт әрпінен кейін хамза келсе және екеуі бір сөзде болса, жаа деген келді деген сөз, яғни бір сөз, бөлек сөз емес, бір сөз. Сол себепті мұттасыл дегені екеуі бір сөзде болса, онда ол 4-ке немесе 6-ға созылу уәжіп болады. Яғни үкімі уәжіп созылу. Ида жаа немесе ида жаа деп 4-6 әрекетке, яғни секундтай ұстап тұрамыз екен. Дәккаа, әсмәихи. Екеуінде де мәт әрпінен кейін хамза келген себепті, екеуі бір сөзде болған себепті мәт әрпі созылып тұр. Және де Құранда тағы бізге жеңілдеткен, оның жалпы мына 4-пен 6-ға созылатын, яғни Құранда мәт табиғидан бөлек 4-6-ға созылатын мәттерді мынандай бір толқынды ерек белгімен түртіп кетеді екен. Содан бірден ажыратуға болады. Мысал қараңыздар, ида жаа дегенде әлифтің үстінде бір ереленген толқындас бір белгі тұр. Бұл дегеніміз 4-ке немесе 6-ға сен соз деген мағынаны білдіріп жатыр да. Ал егер ондай белгі болмаса, ол мәт табиғи екендігін көрсетеді. Сондықтан ол да бізге Құранға қазіргі таңба қоюда бізге жеңілдік берілген. Кейін әсмәихи, халаифа, ثناؤك أولياء الملائكة
бима шаа, бима шаа. Міне осылайша мәт мұттасыл ережесі тәмамдалды. Енді мәт мұнфасыл. Мұнфасыл дегеніміз қағидасы дәл сондай. Яғни қандай да бір мәт әрпінен кейін хамза келетін болса, алайда мұнфасыл сөзінің мағынасы бөлек, ажыратылған деген мағына. Сол себепті екеуі екі бөлек сөзде келсе бұл. Мұттасыл бір сөзде келсе, екеуі ереже бір сөзге қатысты. Ал мұнфасыл екі бөлек сөзге қатысты ереже. Яғни біреуі я бөлек, айюха бөлек сөздер. Осындай жағдайда онда яғни мына мәт әрпін 2-ге де, 4-ге де, 6-ға да созуға болады екен. Бұл жалпы жайыз, бұның үкімі жайыз. Мұнфасылда рұқсат етіледі, қаншаға созсақ та, ал мұттасылда 4 пен 6-ға созу уәжіп. Ал бұнда рұқсат етіледі. Қараңыздар. Я айюха немесе я айюха деп 4 немесе 6-ға. Және я айюха деп те созып кетсек болады 2-ге де. Себеп бұл мұнфасыл, яғни бөлек сөзде тұр. Инни ахафу қулу аманна илля ана في أنفسكم توبوا إلى الله إنا أعطيناك Енді мәт мұнфасыл созылу ол жайыз, яғни рұқсат дедік, қаншаға созсақ та 2, 4, 6-ға. Алайда сұрақ туындауы мүмкін, екеуін қалай ажыратамыз деп. Арабша түсінбеген шын мәнінде адам, енді бастап жатқан адам, ол ажырата алмауы мүмкін. Сол себепті жалпы ажырата алмасақ, бірден бұны 4 немесе 6-ға созып оқи беру керекпіз. Барлығынша, ол мұттасыл болса да, мұнфасыл болса да. Және бір көмек ретінде, пайда ретінде көбінесе мұнфасыл, яғни мұттасыл емес мұнфасыл, көп жағдайда таяқшамен астындағы әлифпен бірге, әлифтің таяқшасымен бірге келеді. Қараңыздар, я айюха дегенде таяқшасы бар, ал мұттасылдарда көбінесе таяқшасыз хамзаның өзі келеді. Бұл жай бір пайда ретінде. Алайда осындай түсініспеушіліктен шығып кету үшін, дұрыс оқу үшін, уәжіп деңгейді орындау үшін барлығын 4 және 6-ға соза беру керек екенбіз. Ендеше біздің өткен тақырыбымыз мәт әрпінен кейін хамза себепті созылатын мәттер, мәт мұттасыл және мұнфасыл деп екіге бөлінеді. Осылайша біз мәт табиғи, мұттасыл және мұнфасылды өткен болып есептелеміз. Алла Тағала иншалла естіп білгенімізге амал етуіміз нәсіп етсін, білімімізді арттырсын. Көбірек қайталайық, түсінбеген жерде жеке шығып сұраңыздар. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.